В общем, бір күні жындыханада, асханада енді адам көбейіп кеткен ғой енді. Жындыханада, асханада. Иә, біреулерді шығару керек, мынау болмайды, адам көп деп. Соны бір тексерейік дейді дағыны. Барлықтарыңыз білесіздер енді. Бәріне бос ыдысқа тамақ құйып берейік дейді ғой. Сөйтті, кім ішпей отыр, соны шығарып жібереміз деп. Жоқ, бос ыдысқа тамақ құймайды екен ғой онда. Бос ыдыс қояды, иә, бос ыдыс қояды да, ал барлығымыз дастарханға жайғасып тамақ ішейік дейді ғой. Сөйтсе бәрі бос ыдыстан тамақ ішіп отыр екен. Бір адам ғана бос ыдыстың алдында өйтіп қарап тамақ ішпей отқан ғой. Мынаның есі дұрыс екен. Барып сұрайық, неге ішпей отсың десе, әлгі жынды бірдеңе деген сол әзілдің соңы. Мен борщ ішпеймін деген ба? Борщ сүт көже қойса, деп ұрыласың. Мен машина ішінде шамайым десе. Машина ішінде тамақ шамайым аға десе. Оған айтады, неге сен жемей отсың? Мен тойып тұрмын, мен ЛРТ-да жегем десе. Бұл енді саяси өзектілік үшін мен ойлаймын 11.000 теңге ала алады. Қайреке, қашанғы арзан күлкі Қайреке? Қашанғы?